Ендеше таңғы ғажайып жоба таңғы хабарда қонақ. Қош келдіңіз. Тамаша Қош көрдік. Төрлетіңіз, жайғасыңыз. Бүгін ерекше күн. Қалай жауын басылды ма далада? Не болып жатыр Алматының жағдайы? Жауын басылды, ауа райы керемет. Алматының осындай ауа райын сағынып қалыппын. Шыны керек. Алай-дүлей ауа райында. Несіне сағынасыз? Алматының орны бөлек қой. Сұлу қала, өзім оқыған, арман қала. Осы Алматыда қызметтік жол бастап, өзімнің туған жерге туын тіктеп кеткеніме де міне 2 жыл болып қалады. Анда-санда осылай біздер командировкаға шығып тұрамыз. Жұмыс бабымен. Сөйтіп командировка сапарға келіп, сіздерге соға кетейін деген ойым ғой. Сұхбат беріп кетейін деп келдім. Тұрсақ. Туған жер туралы айтып қалдыңыз. Туған жерге туың тік деген жақсы бір тәмсілді де естідік. Қай жақта өстіңіз, дүниеге келдіңіз? Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласында дүниеге келдім. Бүгін бізде Әлияның ізбасарындай болып отырған жарқыраған өзіңізді көріп қуанып отырмыз. Кәнекей ағайын туыс, көрші көлем, сыныптастар, группаластар опмай деп класстастар қарап отқан шығар. Барлығына сәлем жолдаймын. Сәлем жолдап қойыңызшы дәл қазір. Барлық таныстарымның барлығына осы хабар арнасы арқылы таңғы сәлем жолдаймын. Сіздерге рахмет осындай мүмкіндік бергендеріңізге. Енді бүгінгі тақырыпты естіген боларсыз. Әйел 40 жанды десем, Мейрамбек келісер емес менімен. Әйел 40 шақты десем, тағы да өзім келісімін беремін. Шын ғой, асылды. Кешіріңіз, біз осы ұрысып кететін әдетіміз бір кішкене отыра тұрсаңыз. Шын ғой, қазір қалада тұратын әйелдер, қыздардың 40 жаны жоқ қой. Жоқ қой. Неге? Кір жуатын машина бар ма үйде? Кір жуатын машина бар. Тамақтың бәрін кім әкеліп береді? Ер азаматтар көлікпен базарға әкеліп береді. Ыдыс-аяқ жуатын еді, оны да қойдыңыздар, дайын машинаға жуасыздар. Енді бұрын жарайды сыпырат дейтін едік, сыпырғышпен сыпырып, қазір шаң сорғыш бар. Қонағымыздан сұрайықшы, үй шаруасына қалайсыз? Енді олай емес қой енді. Енді шындыққа тура қараңызшы. Ауылда тұрған кезде, мектепте оқып жүрген кезімізде барлығын жасадық. Бүгінгі таңда шынымен де сіз айтқандай бәрі тиімді. Тиімді. Бірақ жұмыс бабымен жүргеннен кейін ол сіз айтып отқан үй шаруасы ғана дегенмен соның барлығын бүгінгі таңда жұмыс алмастырды да әйел адамдарда. Себебі әйел адам мен ер адам бірдей қызмет етеді. Сондықтан да қозғалыс, жұмыс барысы аз деп айта алмаймын. Жалпы сондықтан да әйел адамның да жаңағы 40 шырақты 40 жаны бар деп айтып жатқаны да сондықтан шығар. Ең үлкен ол әйел адамның ең қасиетті, ең үлкен парыз ол сәби алып келу. Ол да оңай нәрсе емес деп ойлаймын. Енді осылай өтіп кетесіздер еді. Енді осы жерден кейін өтіп кетесіздер еді. Рас. Енді мансап қуатын әйел адамы мен үй жағдайында отырған әйел адамын салыстыруға бола ма? Енді болатын шығар. Екеуінде екі бөлек. Кей әйел адамдар отбасымен қызметті қатар алып жүрген әйел адамдарды білемін. Ұстаздарымыз бар дегендей. Сол кезде шынымен де әйел адам 40 жаны бар екен түсінесің. Кей әйел адамдар осы карьера мансап болып кетіп қалып, отбасын ұмытып кетіп жатады. Бірақ мен түсінігімде екеуін қатар алып жүргенге не жетсін деп ойлаймын. Заман, нарық талабына сай бір ер азаматтың тапқан қаржысы бүгінгі таңда ештеңеге жетпейді. Керемет қандай, сөзі қандай, сондай құнды, көркі қандай, көз тоймайды шын мәнісінде. Сіздің өзіңізді осы мамандығыңызды бір айрықша бір сүйіспеншілікпен таңдаған сияқтысыз. Негізі енді мен театр саласының маманымын. Еңбек жолымды Әуезов атындағы қазіргі таңда ұлттық театрда бастаған болатынмын. 7 жылдай қызмет еттім. Енді мен ел армандаған өнер ордаларында қызмет еттім деп мақтанышпен айта аламын. Жүргенов өнер академиясында қызмет еттім. Қазақ концерт, мемлекеттік концерттік мекемесінде қызмет еткен болатым. Осы 2019 жылдан бастап, жылдың аяғында, қараша айында елге Орал қаласына Хадиша театрының директор болып барған болатынмын. Міне бүгінгі таңда 2 ай болды. Мен Батыс Қазақстан облыстық камералық оркестрінің басшысы болып тағайындалдым. Керемет. Қол соқ қошеметтеуге әбден лайық. Рахмет. Енді мен сіздерге бағдарламаға келгенде бір жағынан өзіміздің камералық оркестр туралы айтқым келді. Себебі Қазақстан бойынша Алматыда камерата оркестрі бар. Және республика бойынша жалғыз ғана камералық оркестр ол Батыс Қазақстан облысында екенін мақтанышпен айта аламыз. Енді осының түсінген кеңірек тоқтасаңыз. Қазақтың
Жанболаттың мемлекеттік филармониясында солардың концерттеріне барған кезде осындай бір кәсіби саладағы музыкалық шығармашылық ұжымдардың аражігін көп жағдайда ажырата білмейміз. Біз көп жағдайда бэндті білеміз, сонымен қара эстрада әншісіне деген қызығушылығымыз бар да, нағыз кәсіби мамандардың, музыканттардың тыныс тіршілігінен бейхабармыз. Енді бұл оркестр 2004 жылы біздің маэстро деп айтамыз, бүкіл әлемдік музыкант Марат Бейсенғалиев өзінің туған жеріне Марат Бейсенғалиевтің камералық оркестр деп ашқан болатын. Одан кейін 2007 жылы ол белгілі себептермен тарқап, жабылып, кейін 2011 жылы Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қолдауымен мәдениетті жаңа қолдау барысында облыстық камералық оркестр болып, өзінің жеке дара мекемесі бар, жаңағы дыбыс жазатын студиясы бар, репетиция залы бар, шағын жаңағы мемлекеттік мекеме болып құрылды. Биыл біздің құрылғанымызға 10 жыл болады. Күзде біз енді 10 жылдықты атап өтеміз деп отырмыз. Енді бұл шағын коллектив 31 штаттық кестесінде 31 адам қызмет етеді. Енді камералық оркестр деген ол енді комнатный оркестр дегеннен шығады ғой, жалпы өздеріңіз білесіз, камерный театр дегендей. Сондықтан да бұл жерде 16 оркестрант, жалпы 05 жүктемемен жалпы 27 адам қызмет етеді, одан бөлек 8 адам әкімшілік қызметкерлер енді. Өзімді бір Батыс Қазақстан облысының әкімі болып, сізден есеп сұрап отқандай сезініп отырмын. Бастық екен көрініп тұр, айтқан сөздерінен. Қандай мәселелеріңіз бар деп сұрайын деп едім. Енді репертуарға келсек. Жалпы енді репертуар бізде 300-ге жуық. Бастаған кезде осыдан 2011 жылы 30-ға тарта ғана репертуарында музыка болған. Ол әлемдік классика, қазақ классикасынан бүгінгі таңда енді синтезделіп жатыр ғой музыка. Жаңа инструменттермен қосылып, неше түрлі эксперименттер, ол жалпы әртүрлі салада бүгінгі таңда экспериментке барып жатыр. Халық қабылдайды. Заман талабы. Енді жалғыз классика әрине өнердің, музыканың атасы деп айтамыз. Дегенмен де әртүрлі көрерменнің талап тілегіне қарай. Талап тілегіне қарай да жұмыс істейміз. Енді мен өзім кәсіби музыкант емеспін. Бірақ мен өнертану магистрін бітірдім. Енді өнертану жалпы бүкіл өнердің саласын қамтитын мамандық болғаннан кейін, менің негізгі мақсатым осы оркестрдің менеджерлік жұмыстарын жүргізу болғаннан кейін, барынша көрерменмен байланысты орнатуға тырысамыз. Сондықтан да бүгінгі таңда әртүрлі жобалар, жаңа халықтың сұрауына қарай жарнамалап жасауға тырысамыз. Енді мынандай сұрақ туындап отыр. Жалпы өнер саласында жүру әйел адамға қаншалықты қиын? Бұрында енді оқуға енді түскен кезде, айтып жатқан кезде, әкем менің қарсы болған өнерге баруыма. Сол кезде мен түсінбегем, өнер қыз балаға қол емес, ол ауыр деп. Мен енді үйде жалғыз қызбын. Еркелігіммен бір әкемі көндіріп оқуға кеткен болатынмын. Дегенмен сол кездегі әкемнің сөзінің рас екенін мойындаймын бүгінгі таңда. Көзім жетті, себебі әртүрлі өмірлік жағдайлар, ситуациялар болады. Оның бәрін әйел нәзік жанымен, жұмыр жүрегімен көтере білу үшін де бір ішкі мықты стержен керек деп ойлаймын. Ішкі мықты бір енді ер азаматқа тән қайсарлық кей әйел адамдарында бар. Ерге бергісіз қыз бала деп әйел деп айтып жатады ғой. Сондай бір мінез керек. Өнерде жүру үшін адамға мінез керек деп ойлаймын. Көрінгеннің қолында кетпес үшін өнер бәйге ғой. Ол аламан бәйгесі. Сондықтан да ол жерде барлығы оза шауып бәйгеден жеңімпаз атанғысы келеді. Сондықтан ол өмір бойы ізденіс. Сондықтан бұл тек қана өзіңді қамшылап әрқашан аламан бәйгесінде жүргенді ұмытпайтын сала. Асылда мінез керек деген бар ғой, мінез керек дегенге біреумен бет жыртысып ұрысу емес екен түсіндірейін деп едім ғой бұл қызға. Мінез деген бұл ұрысу деп ойлайды. Олай емес, көрдің ғой. Енді сұрайын дегенім өнердің қиындығын түсіндік. Ал қызығы неде? Қызығы жалпы өнер адамы үшін мен ойлаймын енді
біздер енді менеджерлар ұйымдастырып бір шарамыздың жоғары деңгейде өткенде, халық ризашылығын білдіріп жатқанда, әртістеріміз шапалақ мысалы қошеметке бөленген кезде, ол кісілер қалайынан ләззат алса, біздер сол сахна артындағы жауынгерлерміз ғой. Біздер де сондай бір ләззат аламыз деп ойлаймын. Бүгінгі таңда мысалы эфирдің жанында қаншама көзге көрінбейтін жауынгерлеріміз бар. Сол кісілер де осы эфир жақсы шықса, өте өздері бір рахаттанады деп ойлаймын. Рас айтасыз. Сізге қарасам, белгілі бір шығармашылық ұжымның басшысы емес, қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі сияқтысыз. Иә, қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі сияқтысыз. Бізде Алмаз дейтін жігіт бар, бэндте 85 караттың әншісі. Бұл көретін шығарсыз біздің хабарды? Көрем, иә, сіздердің жалпы мына таңғы хабар. Менің өзім анам. Внимание жетіспей жүр. Внимание жетіспей жүрсе айтайын. Менің анам жалпы осы таңғы хабарды сүйіп көреді. Сосын енді бұл көруіне де себеп болған шығар. Мен өзім де қараймын, себебі біздің академиямыздың, Жүргенов өнер академиясының түлегі Шерхан Пірназар да осы бағдарламаны жүргізеді. Енді сол арқылы біз білеміз басында. Содан кейін сіздердің де жүргізіп жүргендеріңізді көріп, бірінші еркін форматта, көрермен ешқандай қысылмайды дегендей. Және де бір қызықты солай өткізесіздер да. Енді халық сүйіп көреді, біз отбасымызбен көреміз таңғы бағдарламаны. Анаңыздың есімі кім? Аққымбат. Көріп отырған шығар. Тамаша, Аққымбат анау, апатай-ау, сізге көп-көп рахмет. Сіз барда таңғы хабар мәңгі жасайды. Қандай осындай үріп ауызға салғандай, білімі қандай, көрегенділігі қандай, зияткерлігі қандай, шын мәнісінде таңғаларлық. Қазіргі уақытта білімді жас еліміздің, Қазақстанның басты капиталы ғой. Сізді көріп көз сүйсініп отыр. Рахмет үлкен. Қатты мақтап жібердіңіз. Сіз мақтағаннан кейін бізде қарап қалмайық дегенім ғой. Көрермендеріне арнап сізден бір таңғы тілек болса. Енді жалпы Қазақстан халқын, қазақ елін, келе жатырған біздің тәуелсіздігіміздің қаншама ата-бабаларымыздың қанымен, рухымен келген бұл мейрам. Сол келе жатқан тәуелсіздік мейрамымен құттықтағым келеді. Еліміз аман болса екен, жұртымыз тыныш болса екен, осы бейбітшіліктің қадірін білсек екен дегім келеді. Ең бастысы ашық аспан аясында өмір сүргенге не жетсін, бейбітшілікте өмір сүргенге. Тек күндеріңіз сәтті болсын, жүректеріңіз мейірімге, махаббатқа толы болсын деген келеді. Керемет, рахмет. Нағыз сөздің қаймағын айтатын сөз тілеу екенсіз. Рахмет, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Арман Астақ жүрегінде жалын бар, талаптарың оң болсын жастарындар деп кезінде Жұбан Молдағалиев жырлағандай, сол туған топырақтан, текті топырақтан дарыған қасиетіңізбен қазақтың өнерін әлемдік деңгейге таныта беріңіз. Шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, қазір арнамызда шағын ғана жарнама, жарнамадан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз.